Сәлем достар, мен Алибек, бұл Техноказ арнасы. Бүгінгі обзорда iPhone SE 2020 мен бірге ұсынылған iPad Pro 2020. Осыдан 2 жыл бұрын, яғни дәлірек айтсақ, 30 октябрь күні iPad 2018 ұсынылған болатын. Ал осы жылғы iPad 2020 15 сәуір күні ұсынылды, және олардың арасында көптеген өзгерістер бар. Тереңірек түсіндірейік. Алғаш рет Apple өзінің планшеттеріне 120 Гц экран орнатты. Ол бұрынғыдан қарағанда тезірек әрі плавно қозғалады. Және де өзінің экрандарына ол жаңа ProMotion және True Tone сияқты технологиялар орнатты. Бұл технологиялар планшеттің экранының әрі тынық, әрі жарықта көрсету үшін жұмыс істейді. Осылардың арқасында iPad Pro басқа планшеттердің арасында алдыңғы орынға шығып жатыр. Екінші камерасына келсек, артқы жағында 2 камера және вспышка орналасқан. 2 камераның бірі негізгі 12 мегапиксельді және екіншісі ультра кең бұрышты 10 мегапиксельді камера. Осы камералардың қосылуына шыққан видео немесе фото өте әдемі және профессионал дәрежеде болады. Осы камераларға лазер атаулы бейненің жарығын және тереңдігін анықтайтын сенсор орналасқан. Ол сенсордың мықтылығы сонша NASA-ның өзі Марсты бақылауға арналған камераларына орнатуда. Ал алдыңғы жағына келетін болсақ, алдыңғы жағында Face ID-дің жұмысын атқаратын сенсорлар және 7 мегапиксельді камера орналасқан. Оның жарық күші 2,2. Енді процессорына келетін болсақ, бұл iPad Pro 2020 кейбір ноутбуктардан да мықты. Оған Apple A12Z Bionic процессоры жауап береді. Оның үлкендігі 8 ядерлі, оның бейне беру жағынан және производительность жағынан өте мықты болып келеді. iPad Pro 2020-ға қоса Apple Magic Keyboard деп аталатын трекпад ұсынды. Ол трекпад өз кезеңінде iPad Pro-ны одан да әрі ыңғайлы және оңай пайдалануға көмек береді. Ол Magic Keyboard-ға клавиатура және тачпад орналасқан. Жалпы iPad Pro 2020 өте сәтті шықты деуге болады. Ол өте үлкен өзгерістерге түсті. Соның арқасында ол көптеген тұтынушыларға ұнайды деген ойдамыз. Осымен обзорымыз тәмам. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше қош сау.